Байдың қызын аламын. Әңгіме. Естімеген елде көп демекші, кейінгі кездері жалындаған жас жігіттердің кейбір істеген қылықтарына қарап таң қалатын болдық. Есеп ер жетіп, шаңырақ көтерер шағында боз балалардың кейбірінің қалталы қыздарға көз салып, оларды қалай болса да уыстарына түсіруді көздейтіндерін қайтерсіз. Қымбат шетелдік көлік мінген бойжеткендердің түкірсе түкірігін жерге тигізбейтін боз балалар баршылық. Ерке тотайлардың айтқанын істеп, алдына түсіп шаба жөнелетін жігіттерді көргенде, әрине, бойымызда намыс кернейді. Ертеректе ата-аналарымыз ақылы көркіне сай, инабатты да ибалы келін кесе десе, осы күні байдың қызын емес, өзімізбен терезесі тең жердің қызын әкелсе деп тілейтін болды. Өйткені бай жердің қызын алған отбасылардың арасындағы дау-дамай, жас келіннің іске икемсіздігі, тәрбиеге бағынбауы көпке сабақ болып жүр. Замандас құрбылардың дені үй шаруашылығына келгенде құлықсыздық танытатындықтарын жасырмайды. Үй жинау, тамақ дайындау секілді ұсақ-түйек тіршілікке шорқақ қыздар қоғамда аз емес. Бірі отбасында кенже өсіп, анау-мынау жұмысқа қолы бармаған болса, бірі тым еркеліктен шаруаға қырсыз болып өседі. Содан бұлар тең-теңімен, тезек қабымен деген мақалды ел арасында жиі қолданып жүргені. Кім біледі, нарықтық жағдайдың тұрақсыздығы, жастар арасындағы жұмыссыздықтың белең алуы, елдегі қымбатшылықтың күн санап артуы осындай жағдайға жеткізгенде болар. Жуырда көптен көрмеген бір танысыммен кездесіп қалып, өткен-кеткенді қозғап, біраз әңгімелестік. Бұрынғысынан көп өзгерген, өмірге деген көзқарасы түбегейлі басқа арнаға бұрылғандай. Өзінің жасы 25-тен асып, үйленіп, үй болатын жасқа келіпті. Алайда өзіне лайықты талғамына сай ару жолықпай жүргенге ұқсайды. Талғам дегенін естіп қалған соң, әдейілеп оның талғамындағы қыздың қандай қырлары болу керектігін сұраған еді. Ауқатты қыз іздеп жүргенін жасырмады. Оның себебін сұрағанда ол: «Бәленше, сен қызық екенсің. Қазір бар жердің қызын алмасаң, қиын ғой. Егер алған әйеліңнің жағдайы жақсы болса, келешекте қиналмайсың, әрі жоғарғы бір қызметке орналасып, ары қарай өсуге мүмкіндіктер туады. Сөйтіп, астананың төрінен бір-ақ шығасың. Кім біледі, ертеңгі күні теледидардың алдында атқамінерлердің қатарында отыратын шығармын. Бәрі де мүмкін ғой. Сол үшін осы бастан дұрыс қадам жасау керек. Сен көрші мектепте оқыған түгеншені танисың ба? Әбден сіңірі шыққан кедей еді ғой. Жоғары оқу орны түгілі орта мектептің өзін әрең дегенде бітірді емес пе? Қазір оны көрсең танымайсың. Алматыда тұрады. Бір емес, бірнеше ресторандары мен казинолары бар. Анда-санда ауылға келіп кетеді. Әр келген сайын судай жаңа көлік мініп шіреніп жүреді. Соның барлығы әйелінің арқасы. Өзінен 5 жас үлкен қызды алған. Жасы үлкен демесең, түрі жап-жас. Әкесі шіріген бай екен. Екеуі қалай үйленді? Пәленшенің жайы бірден өзгеріп шыға келді ғой. Біздің одан қай жеріміз кем? Ой, мейлі 5 жас түгілі 20 жас үлкен болса да бәрібір, тек бай болса болды дегенде жағам ұстадым. Бәлкім дұрыс та шығар. Келешегін көз алдынан өткізіп, болашағына байыппен қарағанда болар. Бірақ дүниенің қызығын байлықпен өлшегеніне қарап қарның ашады. Бұрын оң босағада отырған қаракөз қыздарымыздың ақшасы бар, үйі бар, астында темір тұлпары бар жігітке тұрмысқа шыққысы келеді дегенді еститін едік. О заманда бұ заман жігіттеріміздің де жоспары керемет есепке құрылатынын білмей келіппіз. Дегенмен отбасының есепке емес, шынайы сезіммен құрылғаны ләзім. Бақыттың құнын байлықпен өлшегеннен пайда бола қоймас. Бір білеріміз, шаңырағының жылуын сүйіспеншілікпен сақтай білгендердің болашағы баянды болары сөзсіз.